Мен Дилшат дайындығы жақсы болды. 1,5 айда 3 кездесу ол Дилшаттың дайындығы жақсы болған үшін ол 3 кездесу өткізуге не істедік. Енді Колумбияда 2 ой жақсы өтті. Дилшат та өз жақсы сезініп жеңді 2 ойды. 2 де нокаутпен жеңген. Бұл интерконтинентальный UBC поясы. Енді осы поястан кейін поясқа дейін Дилшат 211 орында тұрған. Қазір осы поястан кейін Дилшат уже 174-те тұр. Мировой рейтинг. Жүзге түсу үшін ол пояс емес, ол соперниктердің дәрежесі жоғары болады. 150 орында тұрғандар. Солармен Дилшат шықса, оның да рейтингі өседі болады. Енді мен профессиональный бокста 15 жыл айналысам. Канадасылармен жұмыс істедім, Жанқош Тұраровпен. Енді жас жігіттерді қарап отырам, кім бар, кім не істейді, қалай істейді. Енді Қазақстанда тек Дилшат емес, қазір Қанат Сангил дейтін жігіттер бар, Торғынбек Амиров бар, сол жас жігіттер. Енді олармен дұрыс емес промоушн жұмыс бастаған, нақты жұмыс жасамай, олар қазір сыртта қалып қойып жатыр. Енді Дилшат та өзі маған хабарласып, жарайды жұмыс істейді деп. Оны дұрыстап жүргізсек, бәрін демеушілер жақсы көмек берсе, оны жүргіземіз дұрыстап. Ол чемпиондық поясқа шығарамыз. Олар мен Қазақстан боксері шығады дегенде, олар қолдап, давай деп біздің картқа шықсын. Енді бірінші бой рейтингі болды, екінші бой титульный. Титульный бойда ол жерде американский промоушен өткізген. Олардың главный бой түсіп қалды. И біз ұсыныс бергенде олар сразу бізді алды. Тем более пояс дегенсін сразу алды. Ол Кевин Мартинес 6 бой жеңген, екеуінен жеңіліп қалған. Бірақ та Дилшаттың сөзінше қатты тұратын жігіт. Мықты боксшы. Алдағы жоспар енді қазір сөйлесіп жатырмыз. Сөйлесеміз, нақты белгілі болғанда Дилшат өзі шығарады ғой, жариялайды.